Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Толқынай. Бүгін мен сіздерге өте дәмді тексерілген рецепт кабачкиден икраның рецебімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге қажетті заттардың барлығын описаниеда қалдыратын боламын. Алдымен бізге қажетті заттардың барлығын жуып тазалап, сыртын ашып тазалап аламыз. Содан кейін ұсақтап тураймыз. Морковь пен жуаны мен кішкентай етіп ұсақтап турап алдым. Содан кейін кабачкиді кішкене ірілек қылып турап алдым. Негізі морковьті чоркіден де өткізуге болады, бірақ тураған дұрысырақ болып келеді. Әйтпесе қазір слишком сұйық болып, қашы болып кетуі мүмкін. Ал турау жағына келетін болсақ, әркім өз қалауынша турай береді, міндетті емес, дәл менікіндей турау. Бұл салатты өзім және үйдегілер сүйсініп жейміз. Осы рецептпен былтыр жасадым, мол қылып, жаздың соңына дейін рахатын көріп жедік. Тамақпен немесе перекус ретінде ұсынсаңыз болады. Және бұл салаттың жасалу жолы да оп-оңай, азық-түліктің да көп қажеті етпейді. Тек кабачки сатып алсаңыз болғаны, қалғандары үйдегі бар заттармен жасалады. Ал енді жасалу жолын бастаймыз. Сұйық майымызды қазанымызға құйып, оның үстіне бірінші морковьті салып қуырып аламыз кішкене 5-10 минуттай. Содан кейін жуамызды саламыз үстіне, тағы да 5 минуттай қуыра тұрамыз, араластырып. Содан кейін барып кабачкиді салатын боламыз. Мінекей осылай бір 10 минуттан кейін жуа мен морковь осылай шыжғырылып қуырылғаннан кейін барып кабачкиді салып, жақсылап барлығын араластырамыз, сосын жарты сағаттай уақытқа қойып қоямыз. Айтпақшы, газдың асты орташа отта тұруы қажет. Арасында араластырып тұру қажет. Және бетіне қант пен тұзды мөлшеріне қарай салып, араластырамыз. Жарты сағат орташа отта осылай болып піседі, суы шығады. Содан кейін барып мөлшеріне қарай томат пастасын саламыз, араластырып, тағы да кішкене 5 минуттай қуырамыз. Және 1-2 штук чеснок салуға болады, ол өте ерекше дәм береді, өзіме осы сарымсақ қосылған ұнайды. Осы жерде татымына қарай тұз бұрышын қарап, дәмін қарап, жетпесе тағы да қосуларыңызға болады. Бұрышты да өзіңіздің қалауыңызша қосасыздар. Тағы да жақсы көретін специяларыңызды қосуға болады осы жерде. Мінекей икрамыз толықтай пісті, енді астын сөндіріп, блендермен осылай езіп аламыз. Біркелкі етіп, масса пайда болғанша дейін еземіз. Және бұл процесті ешқандай суытудың қажеті жоқ. Газдың астын сөндіргеннен кейін ыстық күйінде
осылай блендермен езе береміз. Содан кейін отқа қайтадан қоямыз. Газдың асты слабый отта тұруы қажет. Үстіне уксусты қосып, кішкене уақыт пісіреміз. 3-4 минуттай араластырып отырып, оттың астын жайға қойыңыздар, асты күйіп кетпесін. Араластыра отыра пісіресіздер, және осы жерде сақ болыңыздар. Осылай көпіршіктеп атқылайды, бетін жауып, байқап араластырып пісіріп аласыздар. Мінеки икрамыз дайын болды. Алдын ала стерилизовать етілген банка мен крышкаларға салып, жақсылап жауып, қалың заттармен сыртынан орап суығанша дейін алып қоямыз. Суығаннан кейін холодильникке немесе погребқа салып сақтасаңыздар болады. Сіздерге бүгін түсірген рецепттерім ұнайды деген ойдамын. Видеоға лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ол мен үшін маңызды. Келесі рецепттерді түсіруіме шабыт беретін болады. Қош сау болыңыздар.